батырлары бар, керемет ақындары бар. Жайықтың жағасы бұл Орал қаласы. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына ұйымдастырып отырған 25 қатысушы жылы жатақханаларынан қаламыздың суығына төзе аламы? Әрине, бұның барлығы да уақыттың еншісінде. Біз бірге куә болайық. Ендеше біз бастаймыз. Бұл Серпін лайв. Жыл Орал қаласы Стелла алаңы. 25 қатысушы 5 топқа бөлініп сайысатын болады. Әрине, біз оларға сәттілік тілей отырып, жобамыздың алғашқы сайысын бастаймыз. Достар, келесі команда Сұңқар тобы. Сұңқар тобының қатысушы Айдана. Айдана, сәлем, бүгінгі алған ойыннан әсерін қандай айта қойшы маған? Өте жақсы көңіл күйдеміз, яғни бұл ойыннан алып жатқан әсерлеріміз өте мол. Қазіргі таңда біз Сұңқар тобы болып шахмат ойын ойнап жатырмыз. Негізінен бұл ойындардың барлығы қатысушыларды достыққа, татулыққа шақырады деген ойдамын. Саған Серпін лайв жобасы қай жағынан ұнайды? Серпін лайв жобасы негізінен қазіргі таңда бірінші, екінші, үшінші курстар, яғни бірлікке, татулыққа, олардың бірлесіп, достасып, яғни ұжымдасып, ойын ойнауына шақырады. Үлкен рахмет саған, Айдана. Кезекті сайыс, кезекті команда. Олай болса ойынның қандай дәрежеде, қалай өткендігін ұйымдастырушыларымыздың бірінен сұхбат арқылы сұрап білейік. Бүгінгі ойын қызу тартысты өтуде біздің жатқан ойынымыздың аты өрмекшілер қамалы деп аталады. Бұл ойынның негізгі шарты мынадай. Бұл ойында кедергілерден ешқандай қиындықсыз өту керек. Әр жүкке денелер тиген сайын олардың балдары шегеріле береді. Біз түсіндік деп ойлаймын. Тіпті өзімнің де ойнағым келіп кетті, мұнда қарап, әттеген жүргізушім. Кетіп жалғастырамыз. Жылдам селфи. Бұл команда Мадагаскар командасы. Жылдам қай уақытта кім қандай селфи алып келеді, бұның барлығы біз үшін қызық. Бірге куә боламыз, арнадан ажырамаймыз. Кеттік. Біз жалғастырамыз. Бөрлі байрақ тобы сиқырлы қорапша ойын ойнауда. Олар қандай сезімде, қалай ойнанып жатыр, ойын қалай өтуде, бұның барлығы әрине сұрақ. Ойын біткеннен кейін бірге куә боламыз. Ажырамаймыз. Жалғастырамыз. Бұл командалардың ауызбірлігін тренинг бір үйдің баласындай. Ұйымдастырушылардың бірі Сымбаттан сұхбат алсақ. Сымбат, сәлем. Бұл тренингте қандай түрі бар? Команда қандай пайдасын алып келеді? Енді бұл тренингте командалар бір-бірінен тіл табысу мақсатында бір үйдің баласы бауырлар сияқты тез уақыттың ішінде коучтарды алып тамақтап беру керек. Яғни оны тәрбиелеу тез уақытқа және бір-бірін түсінушілікке ғой. Түсінікті, жалпы түсінікті. Ендеше жалғастырамыз. Біз командаға сәттілік тілей отыра келесі сайысқа кеттік. Серпін
көптен күткен жобамыз өздеріңіз көріп тұрғандай қарқынды түрде өз жалғасын табуда. Айта кетейік, бұл жоба тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына орай ұйымдастырылып отыр. Иә, бүгін кезекті сайыс. Міне бүгін жобамыздың кезекті туры. Бұл турда командалар өз аймағындағы ту үшін таласпақ. Ал қандай қызықтар болады екен? Бірге тамашалайық. Қарап тұрсақ, ойын өте қызық өтуде. Ойынның қандай дәрежеде өткенін қатысушыларымыздың бірінен сұрап білсек. Шынымен де ойын өте қызық өтуде. Ал енді қатысушымыздың пікірі. Рахмет, қайырлы күн достар. Бүгінгі күн өте керемет. Біз ауа райының қолайсыздығына қарамастан ойынымыз қызықты. Бұл ойын барысында құлап та алдық. Ойын бізге өте қызықты. Өздеріңіз көріп тұрғандай қатысушыларымыз күннің суығына қарамай жоба үшін жарақат алса да ерінбей еңбек етті. Міне, әдегенше бүгінгі сайысымыз да өз мәресіне жетті. Сайысымыз жоба емес, бізді әлі талай қызықтар күтуде. Себебі бұл Серпін Лайф. Біз қоштаспаймыз, Келесі кездескенше.